Ағылшынды бала жақсы көрмеуі үшін не істеу керек? Егер де осы видеоны тыңдап, сосын жақсылап орындасаңыз, онда балаңызда ағылшын үйренуге деген мотивация болмайды. Бірінші, кел, ағылшын оқимыз деп күнде балаңыздың артынан қалмай жүріңіз. Бала онша оқығысы келмей тұрса да, одан сайын кел, тез, отыр, оқимыз деп, ағылшын оқимыз деп айта беріңіз. Именно оқимыз, сабақ оқимыз деп қайталап айту керек. Екінші, ағылшынша жауап бермей жатса, онда қоймастан тек қана ағылшынша жауап бер деп қазақ орыс тілінде жауап қайтарып жатса, игнор жасап сөйлеспеңіз. Үшінші, балаңыздан кішкене болса да ағылшынша сөйлеуге қарсылық көрсеңіз де, жоқ, біз үйренуіміз керек деп одан әрі көбейте беріңіз ағылшынды. Ағылшынмен онша қуанышты емес ассоциация орнатып берсеңіз, одан да жақсы болады. Төртінші, өзіңіз ағылшын үйренуге тырыспаңыз. Мүлдем тырыспаңыз. Балаңызға айтсаңыз да болады. Маған ағылшынның қажеті жоқ, қызық емес. Ал саған үйрену керек, міндетті түрде үйрену керек. Болашағың үшін үйрену керек деп айта беріңіз. Өзіңізде ағылшынға мүлдем қызығушылық жоқ екенін дұрыстап көрсетіңіз. Окей, сізде қызығушылық болса да, оны көрсетпеуге тырысыңыз. Бесінші, ағылшынша видеолар немесе мультфильмдер қоссаңыз, ең қызық емес, ең іш пыстыратын сондай бір жай ғана сондай мультиктерді қосыңыз. Баланың максимум іші пысу керек ағылшыннан. Міне, шамамен осыларды орындасаңыз, балаңыздың ағылшынға деген махаббаты жоқ болады. Бірақ ұмытпаңыз, бұл видео сәл қалжың нотасымен жасалған, сондықтан бұл айтылған нәрселерді жасамауға тырысыңыз, себебі егер жасасаңыз, онда точно балаңызда ағылшынға деген махаббат болмайды және үйренгісі келмейтін болады. Егер видео қызық болған болса, онда жазылып қоюды ұмытып кетпеңіз. Комментарий тастауды, лайк басуды міндетті түрде жасап жіберіңіз. Рахмет.